Армысыз, құрметті көрермен. Бүгін біз өзіміздің мәртебе ұстаз жобасы аясында кезекті кездесуімізді өткізудеміз. Бүгінгі кездесуде біз жалпы ағылшын тіл тақырыбын қозғайтын боламыз. Қазір біз білеміз, жалпы әлем тілі, қазіргі байланыс тілі, ең танымал кеңінен тараған тіл ол ағылшын тілі екенін білеміз. Ал қазір бізде қонағымыз мектебіміздің 11-ші сынып оқушысы Бану. Бізде әлемдік стандарттағы IELTS емтиханнан жоғары балл ала білген және де мектебіміздің үлгілі оқушылардың бірі. Бүгін осы кісімен керемет сұхбат болады деген ойдамын. Қайырлы күн, достар. Мені осындай интервьюге шақырғандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Және де осы мен жалпы тіл оқып жүргеніме бірінші сыныпқа бармай жатып, бірнеше ай бұрын бастағаным. Бірақ ол бастағанда өте аз мөлшерде болатын. Сонда аптасына 1 сағат дегендей 5-ші сыныпқа дейін сондай ғана болатын. Және де бастапқы жылдары тілді былай қатты жақсы көрдім деп айта алмаймын. Алайда одан кейін кішкене өзім ой тоқталғаннан кейін, өзіме болашақта не керек екенін түсінгеннен кейін тілді жақсы үйрене бастадым. Одан кейін күн апта сайын ұзақтау уақыт алып, осы тілге көңіл бөліп бастадым. Және IELTS экзаменіне келетін болсақ, оны мен осы жылы жаз уақытында тапсырдым. Өзім туған күніме 1-2 апта бұрын 16 маусым күні тапсырдым. Және де одан жалпы 8-0 балл алдым. Ол яғни S1. S1 енді егер ағылшын тілінің уровеньдеріне салатын болсақ. Өте жақсы нәтиже бұл негізінде. Көпке бұйырып жатпайды. Енді әрине егер 1-ші сыныпқа дейін бастауыштан бастап мектептің табалдырығынан аттамай жатып оқып бастаған болсаңыз, мұнда өте әрине қазіргі таңда керемет дәрежеде екеніңіз белгілі. Себебі қазір мектеп оқушыларына да 3-ші сыныптан ғана бастап оқытады ғой. Ал сіз барлығынан ерте бастадыңыз. Ол кезде я бізде де 3-ші сыныптан бастайды мектепте. Алайда енді ата-анам сондай мен ағылшын тілін оқығанды қалағандықтан мен ағылшын тілін бастадым. Мен негізі ағылшын тілі әліпбиін қазақ тілі әліпбиінен бірінші оқыдым. Сондықтан ол кішкене қиындау болды, өйткені өзің тіліңді дұрыс игермегеннен кейін ең бірінші өзге тілдің әліпбиін бастаған кішкене қиындау болды. Сондықтан да бірінші жылдары оны дұрыс түсінбедім деп те айта аламын. Сондықтан да оны 1-ші сыныптан бастаған дұрыс болғанымен, өте ұзақ уақыт талап ететін болғандықтан ерте бастаған дұрыс. Алайда 1-ші сыныптан емес, тіпті 2-ші, 3-ші, жаңағы біздің қазақстандық стандарт 3-ші сынып деген негізі өзімнің ойымша дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ең алдымен өзің тіліңді игеріп, одан кейін басқа да тілдерге көшкен менің ойымша түсініктірек болады оқушыға және де адамға. Қош келдің біздің подкастымызға. Ең алдымен енді сұрақтарды бастасақ, яғни осы мектепте де жалпы өмірде де көп шығар достарың, араласатын жақындарың деген сияқты. Көп балалар IELTS тапсыруға қиналады, немесе ағылшын тілін оқуға қиналады. Оларға қандай кеңес берер едің, қалай оқыған дұрыс, өзің жалпы қандай методикаларды қолдандың деген сияқты. Ағылшын тілін оқыған кезде басында менің оқытушым болды. Ол менің өз мектебімде үйрететін апай болды. Және де ол маған бастауыш сыныптан ең негізгі білімі грамматикалық тұрғыдан білім беретін. Яғни, мысалы бір тақырыпты оқыған кезде бір текстті оқитынбыз. Енді сөз үйренесің, сөйлеуді үйренесің, бірақ ең қиыны осы бір тақырып алатынбыз, бір текстті оқитынбыз, және де осы текстті оқыған кезде, есімде сабақ оқитын кезде бір сөйлемді бір 10 минуттай оқитынбыз. Бір кішкентай сөйлемді. Бірақ ол жерде оқыған кезде басында жай ғана оқып шығасың, одан кейін оны аударасың, толық талдайсың, иә. Мектепте де үйретеді ғой, синтаксисті талдау, тағы басқа талдаулар, соның бәрін оқитынбыз. Мен сол кезде өте қатты соны жек көретінмін, бірақ апайым істеп мен үйрететін. Сондықтан да грамматикалық тұрғыдан сол маған өте қатты көмектеседі деп ойлаймын. Бірақ ары қарай ең қиыны бастау дейді ғой. Бастап кеткеннен кейін ары қарай грамматикаға өте қатты назар аударудың қажеті жоқ. Егер бастапқы деңгейде жақсы үйреніп алсаң, ары қарай жалпы өзіңнің өміріңе ағылшын тілін кішкене кіргізу дұрыс деп санаймын. Мысалы, бәріміз жас болғандықтан телефонда көп уақыт өткіземіз. Сол кезде мысалы
көріп отқан приложенияларды ағылшын тіліне ауыстырсаң немесе көрген медианы ағылшын тілінде қарасаң, сол былай отырып сөздерді қолмен жаттағаннан қарағанда көбірек көмектеседі. Бірақ ондай деңгей, оны жасау үшін де бір деңгейге жету керек, өйткені әшейін қарап түк түсінбесең де болмайды. Сондықтан да ең басында ол көп жұмыс талап етеді, ары қарай жалпы кішігірім өзің өміріне кіргізе беріп ары қарай уже оңай болып кетеді. Сондықтан да ең қиыны бастау және ең қиыны осы үшінші деңгейге дейін жеткізу ең қиын деп санаймын өзім. Оны бастап кету негізі шынымен де қиын ғой. Ең бірінші осы жағдайда ата аналарға айтатын жалпы кеңес ол балаларды ертерек осы тілге қызықтыру және де жалпы ағылшын тілі курстарына апару. Себебі менің бір әпкем шетелге шыққан кезде айтқан болатын, сендерге айтар кеңесім ең бірінші ағылшын тілін оқыңдар, себебі шетелге шыға салысымен орыс тілі де қазақ тілі де саған керек болмай қалады, тек қана ағылшын тілін іздейтін боласың деген сияқты айтқан болатын. Енді ең көп қойылатын сұрақ, өзім де қойғым келген сұрағым, ол осы IELTS тапсырғанда, SAT тапсырғанда қаншалықты қобалжыдың және де қалай дайындалдың, қорқыныш болды ма? Жалпы негізі мен өзім тапсыруға ойлаған кезде тоже қорқыныш болған болатын, қалай болады деген сияқты ойлар болды. Сенде қалай? Негізі жалпы мектеп бітіргеннен кейін универге түскен кезде 2 жыл бар Қазақстанда, менің ойымша. Біріншісі осы тапсырып Қазақстандағы оқу орнына түсу, екіншісі жаңағы IELTS, SAT тағы да басқа экзамендар тапсырып шетелге түсу. Менің негізі шетелге түсуге шешім қабылдаған кезде ең басты фактор, мен негізі ұбт-дан өте қатты қорқатынмын. Ол IELTS-тан, SAT-дан қорқу емес, мен ұбт-дан қорқатынмын негізі. Сондықтан IELTS маған ұбт-ның алдында оңайырақ көрінді. Бірақ қазір қарап тұрсам, маған ұбт оңайырақ сияқты көрінді. IELTS пен SAT-дан қарап. Бірақ мен ол кезде кішкентай кезде ол экзамендардың толық системасын түсінген жоқпын, сондықтан да сондай ой келді. Бірақ бізде мысалы Қазақстанда осындай ой бар да, ұбт ол барлық өмірдің ең басты экзамені, барлығы дайындалады, қателессең басқа мүмкіндік жоқ сияқты. И және ұбт-ның айналасында осындай бір қорқыныш бар да. И жоғары сынып оқитын оқушыларға қарасаң, барлығы кітаптарын көтеріп жүреді, андай әрдайым өйстіп жүреді. Сондықтан да ұбт-дан өзі бір кішкентай кезде өзіме қорқыныш пайда болды ма сондай. Бірақ IELTS-тың өзіне келген кезде негізі IELTS пен SAT-дің өзіне қорқыныш қатты болған жоқ, енді қобалжу болды. Экзаменнің өзіне кірген кезде қобалжу болды. Бірақ дайындалған кезде өте қатты қобалжу болған жоқ. Мүмкін ол менің өзімнің бір мінезім сондай шығар, бірақ қобалжу қатты болған жоқ. Ең бастысы мен IELTS-қа барған кезде өзімнің дайын екенімді білдім. Жаңа сен айтып кеткендей, бастауыш сыныптан бастадың деген секілді. Ұзақ уақыт бойы дайындалып жүргендіктен IELTS-қа кірген кезде өзіме сенімді болдым. Өйткені мысалы IELTS-қа дайындалып жүрген кезде көп адамдар маған қанша уақыт жетеді деп айтады. Қанша уақытта дайындаламын деген сұрақ көп туындайды. Және де кейбір адамдар 3 ай, 6 ай, 1 жыл дейді. Ол сенің бастапқы тілді қаншалықты білетініңе байланысты. Және тілден бөлек жалпы өзіңнің академиялық біліміне байланысты. Мысалы менің айтатын болсам, мен қазақ тілінде де өте жақсы сөйлей аламын деп ойлаймын. Сондықтан да ол ағылшын тіліне де әсер етеді деп ойлаймын. Тек қана ағылшын тілде жақсы сөйлеп, басқа тілдерде сөйлей алмау да емес мәселе. Сондықтан да жалпы білімің өте қатты әсер етеді. Ал жалпы IELTS-қа дайындалу кезінде мен негізі 1 жыл алдын IELTS-қа дайындалу курсына бардым. Бірақ барған кезде ол аптасына 2 рет болды. Және де оған барған кезде мен оны былай қатты дайындалып күні бойы соған уақыт жұмсадым деп айта алмаймын. Мен жалпы 8 жыл бойы дайындалып келіп жатқаннан кейін ондай көп күш салу қажет емес болды. Жалпы системасын түсіну қажет болды IELTS-тың. Себебі тілді білгенмен экзаменнің өзінің басқа бір системасы бар, оған дайындалу керек. Және де сенің жай ғана тіл білгенің ол жерде жетпей қалады. Ал былай кәдімгідей интенсивті дайындық IELTS тапсырудың 2 апта алдын болды. 2 апта алдын негізі мен көбінесе райтингқа ғана дайындалдым. Білетін шығарсыздар, IELTS-та 4 секция бар: speaking, writing, and reading and listening. Мен осы райтингқа ғана дайындалдым, өйткені мен үшін ол ең қиын бөлім болды. 2 апта бұрын тек қана райтинг дайындалдым, және де IELTS тапсырып шықтым. Райтингтан бірақ қалай дегенмен 2 апта бойы ең көп күш жұмсасам да, райтинг менің ең төмен секциям болып шықты. Жалпы көп адам үшін қиындыққа соғады, сондықтан сондай болады деп ойлаймын. Себебі сөйлеген кезде сөйлегенді оңай, тыңдау оңай, бірақ өзінің ойыңды дұрыс жеткізу және грамматикалық тұрғыдан дұрыс жазу бәрібір қиындау соғады. Ал SAT-ға барған кезде, SAT-ға тіптен дайындалған жоқпын. Дайындалғанда одан алдын математиканы жалпы жақсы білетінмін, және де ағылшын тілінде жақсы білетінмін, бірақ
менің байқауымша SAT-дағы ағылшын тілі IELTS-тан кішкене қиындау, былай айтқанда. Өйткені иә, ғылыми тұрғыдан SAT-де өзі 2 пән ғана бар, математика және ағылшын. Ол ұбт-ның эквиваленті деп айтсақ та болады. Және де ол жердегі математика қазақстандық оқушыларға оңай болып көрінуі мүмкін. Өйткені шетелдік стандартқа байланысты математиканың теориясы 9 сыныпқа дейін ғана. Яғни 9 сыныптан кейінгі тақырыптар көп қамтылмайды, және де 9 сыныптан кейінгі қиын тақырыптар ол жерде жоқ. Ал ағылшын тілінен қараған кезде ол грамматикалық тұрғыдан өте қиын, және де ғылыми тұрғыдан қиындау. Өйткені ол жерде сізге өте қиын текстер береді, және де мысалы Абайдың жазулары секілді қазақ тілінде Абайдың сөздерін оқысаң да көбі түсіне бермейді, дәл сол сияқты, бірақ ағылшын тілінде. Сол үшін ол жерде түсіну қиындау. Күнделікті сөздер кездеспейді ол жерде, сондықтан да. Бірақ IELTS-қа тапсырған кезде ол жерде более еркін, иә, сен өзің более еркін сезінесің, және де ол көп аспекттерді өзіне қамтиды, сондықтан да оған тапсыру оңайырақ деп ойлаймын өзім. Енді ұзақ уақыт сондай 8 жылдық уақытты қамтыған дайындықта енді әрине жоғары балл жинайтыныңызға күмән болмаған шығар. Енді сонда осы ағылшын тілі көбісі қазір кейбіреулерінен естимін. Мысалы, мен өз ана тілімді білген жеткілікті ағылшын тілінің маған қажеттілігі қанша деген секілді. Ал негізі ағылшын тілі негізі көп есік ашады дейді, дұрыс па? Енді сіз сонда бір мысал келтіре аласыз ба? Мысалы, сіздің пікіріңізше ағылшын тіл білудің осы 2 тілмен ғана қазір біздің елімізде көбісі білетін ағылшын тілін тағы қосымша білген несімен сол адам артық болады ағылшын тілін білмейтіндерден? Менің бір жақсы көретін сөзім бар. Сенің қаншалықты көп тіл білсең, сенің әлемің соншалықты үлкен деген сөзі бар. Және осы сөзді мен өте жақсы көремін. Ағылшын тілінің маңыздылығы қазіргі таңда дәлелдеу өте оңай деп ойлаймын. Мысалы, тіпті мен өзім математиканы жақсы көремін, және де осы тұрғыдан тіпті оны дәлелдеу оңайырақ. Қазақ тілінде математикаға дайындалу, жоғарғы оқу бөліміне дайындалу материалдар өте аз да. Орыс тілінде де аздау, бірақ мысалы ағылшын тілін оқысаң, сен үшін өте көп материалдар, өте көп бағдарламалар ашылады. Тіпті осының өзі ағылшын тілінің керектігіне дәлел деп ойлаймын. Өйткені мен мысалы математиканы оқып жүрген кезде қазақ тілінен ресурс таба алмаймын, дұрыс түсіндіретін видео таба алмаймын. Ал дәл соны ағылшын тіліне терсең, көптеген информация пайда болады, таңдау көбейеді деген секілді. Тіпті осы тұрғыдан да қарасақ, ол оңай. Және де әркім тіл оқитын өзінің бір себебі бар. Туризм болсын, жоғары оқуға түсу болсын, жұмысқа тұру болсын, және де ағылшын тілі әлемнің жартысынан көп сөйлегендіктен, өзінің әлемін үлкейген қаласаң ағылшын тілін оқы дегендей. Мен қазір ағылшын тілін толық біткен жоқпын, тілді ешқашан бітіре алмайсың ғой. Бірақ осымен қанағат етейін деп ойлаймын. Және де қазір басқа тілді, мен қазір басқа тілді бастап жүрмін. Қазір мен Қытай тілін үйреніп жүрмін. Кішігірім. Мен болашақта негізі тілдерді өте жақсы көремін. Болашақта тағы да басқа тілдерді үйренемін деп ойлаймын. Қазір Қытай тілін бастап жүрмін. Болашақта тағы да испан тілін, араб тілін үйренуге жоспарым бар. Полиглот боламын десеңіз. Иә, бірақ ол болашаққа. Сондықтан да оны көре жатармыз. Енді мысалы ағылшын тілден кейін мысалы базасы бар адамға ағылшын тілде. IELTS-та сіз секілді 8 балл жинау үшін кемі қанша уақыт күніне жұмсау керек дайындалу үшін? Қанша уақыт аралығында және күніне қанша сағат жұмсау керек? Базасы мықты адамға. Базасы бар адамға. Базасы бар адамға. Егер базасы бар болатын болса, А1 деп алайық. А1 деген қиындау болады енді. Мысалы, сенің мақсатың қаншамен басталады ғой? Сен негізі жоғарғы оқу орнына түсу үшін 6-7-ден асырса уже жақсы жеткілікті. Сондықтан да 8-ді алам деп өте қатты мақсатына қоятын болса, онда егер B1, B2 болса, 1 ай жетеді деп ойлаймын негізі. 1 ай. Өйткені B1, B2 болатын болса, онда ол жерде адамның өзінің уже түсінігі бар, тілді жақсы сөйлей алады, тілді жақсы құрал ретінде қолдана алады, және де ол жерде ең бастысы ол экзаменнің структурасымен танысу болады, және де оны 1 ай ішінде жасау өте оңай деп ойлаймын. Және де мысалы ол жерде сен грамматикаңды жақсарту керек, мүмкін жаңа сөздер үйрену керек, өте жиі қолданылатын жақсы сөздер, speaking, writing секцияларында қолданылатын, және де экзаменнің структурасымен танысу керек. Сондықтан оған 1 ай жетеді деп ойлаймын негізі.
Менің бастапқы уровенім ағылшын тапсырмай жатып қанша екенін білмеймін. Может, S1 шығар, уже 2 апта ғана дайындалдым ғой. Сол 2 аптада уровеньді қатты көтеру мүмкін емес деп ойлаймын, бірақ бір ай жеткілікті. Ал күніне қанша сағат дегенде, мен 2 апта дайындалған кезде күніне где-то бір 5-6 сағаттай дайындалдым. Бірақ ол 2 апта ғана болды, ал оған дейін аптасына 2 сағаттай сондай ғана. Сондықтан саған қанша балл керек, соншалықты көп уақыт жұмсайсың ғой. Өзіңді білген дұрыс. Мен мысалы кейбір ұстаздардан сұраймын. Кейбір ұстаздар маған айтады, ағылшын тілінде осы көп қолданылатын 5000 сөзді білген жеткілікті дейді. Осымен қаншалықты келісесіз? 5000 деген кішкене аз бол секілді, бірақ 5000 10.000 аралығына келісетін шығармын мен. Ең жиі қолданатын сөздерді білген жақсы, және де оларды қанша сөз білесің емес, қаншалықты жақсы қолданасың дағы мәселе. Мысалы, тіпті спикинг тестінің өзінде бағалау критерийларында сенің қаншалықты көп сөз қолданатының бір-ақ критерий. Ал қалған 3 критерий сен оны қаншалықты дұрыс қолданасың, қаншалықты орынды қолданасың да. Сондықтан да егер сенің тіпті сөз қорың үлкен болмаса да, сен оны орынды қолдана алатын болсаң, жақсы балл алуға болады деп ойлаймын. Сондықтан да 5000 болмаса да бір 7-8 мыңға келісетін шығар. Ал енді ең қызықты сұрақ десек те болады. Саған қиын болуы мүмкін. Сен қандай университетке немесе қандай елге, жоғары оқу орнына түскің келеді, және де жалпы өзіңнің таңдау мамандығың қандай мамандықта түскің келіп тұр? Дұрыс айттың, қиындау сұрақ. Мен басында айтып кеткен шетелге оқуға түсетін мақсатым бар. Және де мамандыққа келген кезде мен тапсырып жатқан көптеген универлерінде бірінші курс, яғни мамандық таңдаудың қажеті жоқ. Бірінші курс, тіл оқу емес, жалпы танысу. Бірінші курс жалпы танысу. Бірақ мен департаментке документ тапсырдым, яғни инженерия және аналитика департаментіне тапсырдым. Өйткені мен өзім математиканы жақсы көремін, сосын аналитикада жалпы маған өзіме жақын тақырып болғандықтан, бірақ ол әлі өзгеруі мүмкін. Мен толықты нақты емес. Бірінші курстың соңына қарай әртүрлі курстарды көріп шешуге дайын боламын деп үміттенемін. Ал университетке келген кезде мен әлі жалпы 13 университетке документ тапсырдым. Дәл бүгінгі таңда тек қана біреуінен ғана жауап алдым. Өйткені жауап жалпы март, апрель айларындағы келеді. Сондықтан дәл қазірдің тек қана біреуінен жауап алдым. Бүгін алдым осы. Бүгін осы интервьюдан бір сағат алдын жауап алдым. Ол Гонконг университетінен келді. Жалпы Гонконг университетінде, Шэньхэн қаласындағы университеттен шақыру қағазын алдым бүгін. Және де ол жерге толық грант емес, бірақ 40% грант. Ол бастапқы грант алдым, 2,5 миллион теңге жылына. Және де ары қарай грант сенің университеттегі оқып, қаншалықты жақсы балл алғаныңа байланысты беріледі. Соған байланысты. Ал қалған универлер, Канадада 2 университетке тапсырдым, тағы да тоже Китайда, Шанхайдағы бір университетке тапсырдым. Оны айтпай қояйын, құпия десе. Түскен кезде айтсам жақсы болар оны. Жалпы осы. Енді жоғары оқу орындарынан, әсіресе шетелдегі, оған ағылшын тілін білуден бөлек, мысалы сіз өзіңіздің таңдаған салаңыз бойынша ағылшын тілінен басқа қандай аспектілерге олар көңіл аударады? Мысалы жаңа портфолио деген бар, тағы да сіздің салаңызда сіз мысалы портфолиона мақсат қойып жинадыңыз ба? Жалпы соған қатысты айтып кетсеңіз. Жалпы портфолионы жинадым. Ол мемлекетке байланысты, мысалы қай мемлекетке тапсырғым келеді, соған байланысты әртүрлі қажетті заттар бар. Мысалы мен жалпы бірнеше нәрсе жинадым. Ең алдымен ол әрине сенің мектептегі бағаларың, бірақ және де экзамендар, осы екеуі. Мен IELTS пен SAT тапсырдым. SAT айтпақшы айтпадым, 1510 балл алдым. Жалпы 1600 балдан. Математикасы 800-ден 790 алдым, ал ағылшын 800-ден 720 алдым. Жалпы осы екі экзамен және де бағалар. Бірақ осы екеуі көбісі маңызды деп ойлайды, бірақ олар маңызды болғанымен бұл ең бастапқы ғана қажет етілетін зат. Одан кейінгісі ол мұғалімдерден сен туралы хат алу керек. Яғни сенің мінездемең деген секілді сен туралы. 2 мұғалімнен алдым. Мен биологиядан беретін өз сынып жетекшімнен алдым, және ағылшын тілі мұғалімнен алдым. Одан кейінгі керек зат ол эсселер.
әрбір универ әртүрлі тақырыптарға эссе сұрайды, және де олардың саны да әртүрлі. Мен былай ойлап қарасам, жалпы барлық тапсырған универіме 68 эссе жаздым. Оны 1,5 айда жаздым. Қиын емес па? Қиын болды негізі. Әртүрлі, кейбіреулері ең азы 200 сөзден, ең көбісі 600 сөз, 2 бет, сондай әртүрлі, көлемі әртүрлі. Қызықты болса, егер де тақырып қызықты болса, негізі жазу оңай. Бірақ та Иә. кейбір тақырыптар болады ғой сондай, Иә, не иә. айтарыңды білмейсің ол туралы. Жалпы ол жердің тақырыптары әртүрлі, алайда барының бастапқы бір идеясы бар. Ол сенің өміріңде қандай оқиғалар болды, сен ол жерден қандай сабақ алдың, өзінің өмірлік дамуында саған қандай оқиғалар әсер етті, сенің бойыңдағы қасиеттер, сол туралы сұрақтар. Осы нәрсені негізі Қазақстан университеттеріне де қосса жақсы сияқты. Иә. Қызықты ғой бір жағынан. Иә, бір жағынан қызық, бірақ бір жағынан сен айтқан сияқты басында ең қызық тақырыптарға жауап бересің, не айтатының бар кезде көп істер жазасың, бірақ соңына қарай ең қызық емес, ең жаза алмаймын деген тақырыптар жазған кезде уже андай қиын болады, өзіңді қинап жазасың. Иә, мен 1,5 ай жазғанда күніне бір 4 сағаттан ба жазатынмын, бірақ мен оған көп уақыт бөлдім, себебі бұл менің ойымша ең маңызды бөлім, себебі сенің өзіңнің қандай адам екеніңді осы эсселер арқылы көрсетесің. Бір қызық эсселер болды, кейбіреулері. Мысалы, егер сен бір қызық эссе болды, мен есімде қалған. Егер сен мысалы тарихи, кез келген бір тарихтағы оқиғаға күмән болсаң, мысалы кез келген бір тарихтағы бір оқиғаға барып, сол жерге қатысып қайта алатын болсаң, қандай оқиға таңдайсың деген сұрақ бар. Мысалы сен қандай таңдайсың? Қандай тарихи оқиғаның куәгері болған? Иә, қандай тарихи оқиғаның куәгері болған? Тарихи оқиғалар қазір көп, бірақ дәл тарихи оқиғалар әрине көп, әрине таңдауда қиын, бірақ мен қазір соңғы кездері есімнен кетпей жүрген осы отырарды жаулап алу деп ойлаймын. Мысалы, отырардың күйреуі. Әрине, оны бақылауда бір жүрекке ауыр тиетін нәрсе шығар, бірақ сонда да жалпы бұл қалай болғанын, және 6 ай алынбаған отырардың 6 күнде алынған, қақпаның ашылуы, сатқындық, жалпы сол оқиға мен үшін өте қызық деп ойлаймын. Және кейбір оның сол жайлы кейбір деректер әлі ашылмаған ғой, сол себептен де қызық. Иә, мүмкін. Мен негізі ұзақ ойландым ол тақырыпты, бірақ ең соңында мүмкін оңай жауап болар шығар, бірақ алаш оқиғасын алдым. Менің ойымша өзі жалпы ең тарихтағы жақсы көретін оқиғам, және де барлық қазақ баласы осы оқиғаны жақсы көреді деп ойлаймын. Және де осы мен шетелдік университеттерге тапсырып жатқандықтан олар бұл оқиғаны білмеуі мүмкін, сондықтан да оларға осы оқиғаның маңызын түсіндіру мен үшін қызық болды. Алаш партиясы Қазақстан тарихында өте үлкен рөл атқарды, сондықтан да осы шет елге осы қазақтың ең басты оқиғалардың бірін түсіндіру, оның мағынасын ашу мен үшін қызық болды. Сондықтан да осы тақырыпты таңдадым. Жалпы осындай секілді көп тақырыптар болды. Иә, ол жерде менің ойымша ең бастысы жалпы шындықты жазу. Шынайылық. Және де ол жерде сенің грамматикалық тұрғыдан, сенің жазу тұрғыдан ешкім саған қатаң баға беріп жатқан жоқ, ол жерде сенің ойың ғана маңызды болғандықтан. Иә. Жалпы мен бұға дейін университетке тапсырғаннан кейін өткен жылы Flex бағдарламасына қатысқам. Ол жерде де осындай эсселер жазу керек болды. Flex бағдарламасын білетін болсаңыздар. Flex бағдарламасымен 8-ші класстан кейін ол болмайды деген шынайы нәрсе ме? Жалпы шектеу бар ғой негізі, иә? Бірақ ол 8-ші сыныптан кейін емес, 8-ші сыныптан кейін болады. 8-ге дейін болмайды. 8-ден 10 сынып аралығында оқушылар қатысады. Ол жалпы бір жылға тегін Америкаға барып, сол жердегі мектепке оқып қайту деген бағдарлама. Және осы бағдарламаның финалисті болдым. Сол жерде мен эсселер жаздым. Сол кезде эсселерді ең алғаш жазған осы программа болды. Және сол жердегі эсселер жазған процесі маған өте үлкен сабақ болды деп ойлаймын. Мен Flex бағдарламасына 2 рет қатыстым. Бір рет қатысқан кезде финалға дейін өттім, алайда резерв списокта болдым. Сондықтан да ол жерде мен 2 рет қатысқан кезде уже финалист болдым. Сондықтан да осы 2 жыл бойы менің эссе жазғаным маған осы университетке опыт алуға көмектесті деп айтуға да болады. Өйткені мен осы жердегі қателіктерді түсініп,
жалпы сол жердегі басқа оқушылармен араласып олардың кеңестерін оқып осы университетке уже дайын оймен келдім деп айтсақ та болады. Осымен енді қорытындыласақ, жалпы біздің оқушыларымызға өзіңнің енді артынан келе жатқан буынға айтар кеңесің, содан кейін жалпы біздің оқырмандарымызға жалпы айта кететін дүниелерің бар ма? Кеңес көп, біреуін таңдау қиын. Ең бастысы өзімді бір нәрсені білмеймін деп ойлау дұрыс емес деп санаймын. Егер сен оны білмеймін деп ойласаң, қазіргі таңда 21 ғасырда тіпті мен бір нәрсені білмеймін деп айту қателік деп санаймын. Өйткені сен оны білмейтін болсаң, сенің алдында оны білуге апарар көптеген жол бар, ал сен оның ешқайсысын алмай, мен өзім білмеймін деп отыру дұрыс емес деп санаймын. Өйткені мен осы университетке тапсырған кезде не істерімді басында тіпті қандай экзамен тапсыру керектігін де білмедім. Алайда қазір интернеттің арқасында, көптеген достарымның кеңесі, ақпарат көздерінің арқасында осының бәрін біліп, тіпті дәл бүгін осындай жетістікке жеттім. Сондықтан да ешқашан да ештеңені білмеймін деп айтпа, менің кеңесім. Керемет қорытынды. Ой болса сізге алғысымыз шексіз. Келесі кездескенше Қош сау болыңыздар. Goodbye.